Өткен айында мемлекет басшысы заңға қол қойды. Осы заңға сәйкес мемлекеттік еңбек инспекциясы жергілікті атқарушы органдардан еңбек министрлік құрамына берілді. Осы айда үкіметтің қаулысымен мемлекеттік еңбек инспекциясының комитеті және оның аймақтардың департаменттары құрылды. Осы үкіметтің шешімімен мемлекеттік еңбек инспекциясы 322 мемлекет қызметкерлер болатын болды. Осы 322-ның ішінде 45 қосымша бізге единица берілді. Келесі айдан бастап мемлекеттік еңбек инспекциясы штаттық режимде жұмыс істейтін болады. Біз ойлаймыз, осы қабылданған шешімге сәйкес жұмыскерлердің еңбектің құқықтарын қорғауға оң әсер етеді деп ойлаймыз.